бүгін ерекше тақырып, маңызды тақырып болады. Тақырыбымыз өрт қауіпсіздігі деп аталады. Жалпы өрт деген не? Қалай түсінесіңдер өрт? Өрт деген не ол? Өрт деген балалар дұрыс, қатты жанған отты өрт деп айтамыз. Қатты жанған. Ол өте қатты жанса, бәрін күйдіріп жібереді, жоқ қылып жібереді. Енді мына тақтама бәрімізде назар аударайық. Мына тақтада не көріп тұрсыңдар? Не істеп отыр бала? Не қолындағы? Сіріңке қайдыңдар? Сіріңке міне. Ал мына суреттен не көріп тұрсыңдар? Иә, өрт көрдіңдер ме? Табиғатқа серуенге шығып, жаңағы өртеніп жатқан орман. Ал мына суреттен не көріп тұрсыңдар? Не істеп жатыр бала? Киімді өзектен жатырғанда не шықты? Көрдіңдер ме? Үтіктен өрт шықты. Егер осылай өрт шыққан жағдайда, міне жаңағы өрт сөндіру қызметіне хабарласуымыз керек 101-ге. Және де үйдегі үлкендерді шақыруымыз керек көмекке. Сосын сыртқа жүгіріп шығу керек, үйдің ішінде қалмау керек. Өртпен ойнауға бола ма? Болмайды. Өртпен жаңағы ойнасаңдар, күйіп қаласыңдар, өртеніп кетеді. Болмайды екен. Қандай тамаша? Я, өте тамаша. Мен от кеттім. Онда от жағайын. От сөндіруші. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Балалар, мен өрт сөндірушімін. Мына орман далада өрт болса, ол жануарларға өте зиян, үлкен зиян болады. Ол жануарлар үйсіз қалады балалар. Ал біздер оларға өрт сөндірушілер көмектесеміз. Бірақ балалар, сендер де бұл ережені, қауіпсіздік ережесін білулерің керек. Ол қандай ережелер? Ол балалар, сіріңкені ұстамаңдар. Иә? Сосын электр жабдықтарын рұқсатсыз пайдалануға болмайды. Иә? Сосын үйде жалғыз қалмау керек. Үйде жалғыз қалғанда отты жағуға сендерге болмайды. Отты үлкен ересек адамдардың көмегімен жағасыңдар. Осы ережені естеріңде сақтайсыңдар ма? Я. Жарайсың, ақыл балалар екенсіңдер. Үш ағайын айтқанды ұқтыңдар ма? Я. Отпен ойнауға бола ма? Жоқ. Сіріңке ұстауға бола ма балаға? Жоқ. Өйткені өрт өте қауіпті. Сіріңкемен ойнауға болмайды екен балалар. Ағайға не айтамыз? Рахмет, ағай, сіздің айтқан мағлұматыңызды біздер ұғып аламыз. Рахмет балалар, сау болыңдар. Сау болыңыз. Балалар, қазір біздер ойын ойнаймыз. Ойынның аты от пен су деп аталады. Ойынның шарты от дегенде бәріміз қозғалмай қаламыз. Су дегенде жаңағы су сепкен сияқты қимыл жасаймыз. Бастаймыз ба ойынды? Я. От. Су. Қане қолымызбен су себеміз. От. Су. Жақсы балалар. Ойынды тыңдаймыз. Балалар, біз бүгін қандай тақырыппен таныстық? Өрт қауіпсіздігімен таныстық. Жаңағы өрттің зияны туралы мағлұмат алдық. Балаларға сіріңке ұстауға, отпен ойнауға болмайды екен.